Жақсы достар, соңғы сұрағымыз бірінші нұсқаның 30-шы сұрақ. Бұған да жеттік. ОПЕК-ке мүше елдер деген сұрақ екен, иә. Жалпы енді әуелі ОПЕК деген не, яғни соған анықтама беру керекпіз. Жалпы ОПЕК ағылшын тіліне аударғанда The Organization of the Petroleum Exporting Countries. Енді петролиум деген мұнай, демек мұнай экспорттаушы елдер ұйымы. Қазақшасы беріліп қойған екен, бірақ ОПЕК деген ыңғайлырақ біздерге, сол дұрыс секілді. Жалпы енді ат айтып тұр, негізгі табыс көзіне мұнай, яғни мұнай өңдейтін және өндіретін және оны экспорттайтын мемлекеттердің бірлестігі. Құрамына 11 ел кіреді. Кеттік. Қандай елдер? Міне, қарайтын болсаңыздар, Алжир, Венесуэла, Біріккен Араб Әмірлігі, Индонезия, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия және де 11-ші Сауд Арабиясы. Осы 11 ел, яғни 11 ел өзара бірігіп халықаралық ұйым құрған. Яғни мұнай экспорттаушы мемлекеттер негізінен құрылған ұйым. Жалпы енді қысқаша тарихы көрсетілген, оны өздеріңіз қарап оқып аласыздар алдағы уақытта. Енді тікелей сұраққа, яғни бас штабтар айтпақшы, негізгі мына жерде білу керек дүние. Басында Женева, Швейцарияда болған. Одан кейін 1965 жылдан бастап Венада, яғни қазір Австрия жерінде орналасқан, иә. Демек, негізгі штаб-пәтер, әуелгі орталығы Женева болса, кейін 1965 жылдан бастап Венада, яғни Австрияда, яғни негізгі штаб-пәтер дейміз, орталығы деген секілді, осы халықаралық ұйымның орталығы. Жалпы енді ОПЕК-ке мүше елдерді көрдік. Алжир, Венесуэла, Біріккен Араб Әмірлігі, яғни осы жерде тұрған 11 мемлекетті скрин жасап алыңыздар, яғни ОПЕК-ке мүше елдер деп өздеріңіздің дәптерлеріңізге түсіріңіздер. Одан кейін кеттік. ОПЕК-ке мүше ел. Жапония бізде жауапты болды ма? Болған жоқ. Бразилия болмады. Қазақстан мұнай өндіргенмен ОПЕК-ке мүше емес. Польша жауапты болмады. Оңтүстік Африка Республикасы жауапты жоқ. Міне, бізде Венесуэла жауапы бар, иә. Одан кейін Канада жауапты болмады. Енді ақш. Демек, бізде дұрыс жауап F екен, иә. Енді бұл мемлекеттерге қысқаша бір ақпарат беріп кетейік. ұбт-ға байланысты келіп жүрген сұрақтар. Жапония бізде негізгі кеме, робот өндіруші мемлекет. Бразилия темір, Қазақстан уран бойынша алғашқы бірінші орында тұрған мемлекет. Одан кейін Польшаға байланысты қандай сұрақтар келіп жүр? Қазір есімде жоқ. Жалпы енді Польшаға байланысты сұрақтар болса, алдағы уақытта жазатын боламын. Оңтүстік Африка Республикасы алмаз, алтын секілді бағалы пайдалы қазбалар осы Африка жеріне көптеп кетеді. Соның негізгі ірі өндіруші орталығы ретінде мынау Оңтүстік Африка Республикасын алып кетуге болады. Венесуэла айтып өткендей мұнай. Канада әлемдегі ең көп көл орналасқан мемлекет, 3 миллионға жуық, қателеспесем 3 миллионға жуық көлі бар. Сонымен қатар үйеңкі ағашының отаны ретінде келеді. Яғни өзінің туында да үйеңкі ағашының несі тұрады, жапырағы тұрады. Енді ақш көп деген дүниелері байланысты. Бұтта қандай, мысалға Сиэтл, Детройт деген жауаптар кездесетін, ақшқа байланысты бір сұрақ бар тоже. Жалпы негізі елдерге байланысты қысқаша ақпарат осы. Енді алдағы уақытта екінші нұсқаға талдау болады, және соны шығарам, бірақ оған дейін ортада Алла қаласа дүниежүзі тарих пен тарих пәндерінен осылай қысқаша ұбт-ға шолу жасасам ба деген ойым бар. Демек, бүгінгі осы сабағымызды аяқтаймыз. Алла қаласа екінші нұсқаны түсіруге тырысамыз. Жақсы, сау болыңыздар. Осымен бірінші нұсқамыз тәмам.